сүйем сені арманымдай адам. Сәлем, құрметті жазғышантылар, өткен мерекелеріңізбен. Жалпы өзім осы 8 наурызға қарсымын, себебі ойлаймын, әйел адамды жылында бір-ақ күн ерекше көңіл сыйлап, жылы сөз айту өте аз деп ше. Себебі сіздер одан да көпке лайықсыздар. Мысал ретінде ана болсын, біреудің әйелі болсын, біреудің қызы болсын, әркім күнделікті көңіл бөлуге лайықты. Мысал ретінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады, жәннат аналарымыздың табанының астында. Одан кейін сендердің ең жақсыларын әйелдермен жақсы болғандарың дейді. Тағы бірінде 3 қызым бар болса жәннатқа кіресің дейді. Сонда я Расулалла, екеу болсашы дегенде, екеу болса да жәннатқа кіресің дейді. Я Расулалла, біреу болсашы деген кезде, бір қызым болса да сен жәннатқа кіресің дейді. Сондықтан да қыздың жалпы біздің өмірімізде орны өте бөлек. Сондықтан құрметті арулар, сіздер күнделікті жылы сөз естуге, күнделікті сондай көңіл бөлуге лайықсыздар. Әрине, біз әр күн сіздерге гүл алып беруге қаражатымыз немесе уақытымыз болмай қалатын шығар, бірақ та жігіттер барынша қыздарымызға, нәзік жандарымызға жымиып болса да, жылы сөз айтып болса да жақын болып жүрейік. Қыздар, күнделікті мерекелеріңіз құтты болсын. Біз сіздерге сыйлық сыйлап, ал сіздер бізге керемет көңіл күй сыйлап жүре берейік. Сіздермен болған мен, Жұртыбаев Данияр. Қош сау болыңыздар.